Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жасаулы қарапайым, екі ғана заттан жасалатын корейский салат дайындайтын боламыз. Барлық қажетті ингредиенттер видеоның астында жазылған. Салатымызды дайындау үшін ең алдымен қиярды алып, жақсылап жуып аламыз. Артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Содан соң осылай үлкендеу етіп турап шығамыз. Одан кейін сәбізімізді алып, тазалап жуып аламыз. Үккіштен өткізіп шығамыз. Үккішіміз міндетті түрде осындай болуы қажет. Барлығын осылай үккіштен өткізіп аламыз. Сәбізімізді толық үккіштен өткізіп болған соң, 2 дана чеснокты алып, жуып тазалап аламыз. Қасына 1 дана ащы бұрышты қосамыз. Чеснокты езгіш болса езгіштен өткіземіз, немесе осындай кішкентай үккіштен өткізсеңіздер болады. Ащы бұрышымызды солай видеодағыдай майдалап турап аламыз. Мен жартысын ғана алдым, себебі мен ащы бұрышым өте ащы екен, сондықтан жартысы жетеді. Құрғақ табаққа немесе сковородкаға майды құйып, қыздырып аламыз да бетіне приправа қосамыз. Корейский салатқа арналған немесе чим-чим қоссаңыздар болады. Жанына паприка қостым. Барлық затты дайындап болған соң, салатымызды біріктіріп бастаймыз. Сәбіздің үстіне қызып тұрған майды құямыз. Одан соң чеснок пен бұрышты саламыз. Огурцет саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Қалаларыңызша көк пияз немесе укроп салсаңыздар да болады. Қолымызға қолғап киіп, видеодағыдай жақсылап араластырып шығамыз. Үстіне аздап уксус қосамыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Салатымыз міне дайын болды. 2 ғана заттан жасалады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Әсіресе тестамен жасалатын тағамдар, плов жасаған кезде қасына қосып жасасаңыз, өте дәмді болып шығады. Қонақ күткенде де жасасаңыз, еш өкінбейсіз. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар, лайк басыңыз.